Қайырлы күн. Бүгін Семей қаласында кездесу өтіп жатыр. Кездесуге бізге Өскемен қаласынан топ 1 квалификациясын бағындырған компанияның 6 миллион қайтарымсыз сыйақысының иегері Зайра Алхан ханым келіп отыр. Қарсы алайық. Зайра ханым, сізді енді біз ұзақ күттік. Енді біз сізді сағындық. Командамыздың көбі келеміз деген, енді белгілі себептермен бүгін демалыс болғаннан кейін көбі келе алмай жатыр. Сіздің айтатын сөзіңіз әрқашанда ол құнды біз үшін. Сол үшін енді сізге сөз берейік. Ортаға шығып. Қайырлы күн. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Қалай болды, жылдан артық уақыт болып кетті ғой деймін, Семейге келгенде. Өзім де сағындым сіздерді, енді жиі ай сайын келіп тұрайын деп солай жоспарлап отырмын. Жоспарыма былай жирный әріппен жазып қойдым. Енді новинка шыққаннан кейін обязательно мен Өскеменде болсын, басқа қалаларда болсын, міндетті түрде новинкаларды таныстырамын. Осы жолы бізге керемет күшті новинкалар шықты. Компания енді керемет қой. Новинкаларда да шығарады, 500-ге таяу өнімдер бар. Білмеймін, енді басқа ондай компанияны көрген жоқпын. Соншама көп жаңағыдай ассортимент. Барлық өзі таңертең көзіңізді бітіп ашып, тұрғаннан бастап, ұйықтағанға дейінгі өнімдердің барлығы бар, иә? Таңертең тұрамыз, тісімізді жуамыз, бетімізді пенкамен, мумбалкамен жуамыз, мысалы үшін, оның барлығы бар бізде. Крем жағамыз, уход жағамыз, бәрі бар. Ары қарай, мысалы үшін, тамаққа дейін бар ғой, коктейльдер бар, шай бар. Үйдегі, мысалы үшін, ер адам болса, ер адамға, әйел адам болса, әйел адамға, апаға, атаға төліне бар. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейінгі өнімдердің барлығы бар. И баға қолжетімді, маған ұнайтыны сол. Және де халыққа көмектесіп жатыр. Сіздер өздеріңіз қатарласып қаншама жыл жүрсіз менімен бірге. Қанша жыл болды? 4,5. Мен бұл компанияға келгелі 7 жылдай болды. Біліңіздер, 7 жыл. А компанияның өзіне 24 жыл болды. 2000 жылы құрылған. Сондықтан маған өте ұнайды. Компанияның өнімдері де ұнайды. Жаңартып отыратын дизайнын қараңыздаршы. Прям енді люби себя дейді. Адам өзінен бастау керек екен. Адам алдымен өзінен бастап, когда өзін жақсы көріп, өзіңізге көмектесесіз, сонда сіз ары қарай басқа біреулерге де көмектесе аласыз. Енді өзіңіздің денсаулығыңыз жоқ, өзіңізден шаршап жүрсек, сіз басқа адамдарға қалай көмектесесіз? Оның мысалы үшін қарапайым мысалмен былай айтуға болады. Мен жиі жол жүремін, самолетпен жиі ұшамын. Сол кезде ана инструкция көрсетіп жатады ғой, стюардессалар ортаға тұрады. Сонда айтады мысалы үшін, қасыңызда балаңыз болса, алдымен, балаңызға кигізбеңіз дейді, ана кислородный масканы, сондай бір жан. Алдымен сіз өзіңіз киіңіз дейді. Өзіңіз киіңіз дейді. Киіп болғаннан кейін мына балаңызға кигізіңіз дейді. Көрдіңіздер ме? Бұл элементарный нәрсе. Өзі кигізсе келеді. Сонда ойлаңызшы. Сіз өзіңіз деп жатыр, мысалы үшін дей алмайды. Баланы құтқара аласыз ба? Сонда сіз баланы құтқара аласыз, көрдіңіз бе? Сол себепті адам өзінен бастау керек. Уход жасайсыз ба, жаңағы денсаулығыңыз дұрыс емес, бірінші өзіңізден бастаңыз. Біздің компанияның да бір жағынан несі сол, люби себя дейді. Көп адамдар мысалы үшін қазір сондай заман ғой, информация заманы, қалай айтса, уақыт тез өтеді, бәрін ақша табу керек, бәрін жылдам жасау керек деп, сондай бір рутина дейді ғой, сонымен кетіп қаламыз ғой, өзімізге уақыт жоқ, мысалы үшін, көп адам өзіне қарамайды, денсаулығына қарамайды. Баланы асырау үшін алдымен сол жұмыс деп балалармен жүреміз, мысалы үшін, жаңағы ақша табу, сол сияқты денсаулыққа мән бермейміз. Ең бірінші адам өзінен бастау керек. Компанияның лозунгы қазіргі кезде люби себя, өзін жақсы көр, өзіңнен баста. Әйел адамдарға да, ер адамдарға да бәріне арнап шығарады ғой, маған сол ұнайды. Не шығарса да молынан шығарады деп айтамын мен. Не шығарса, бүйтіп, бір нәрсені бүйтіп шығармайды. Міне, уходканы шығарды. Ана нені көрдіңіздер ме? Бұларда көрсем, зубная паста. Зубная пастаны, ассортименті қайдан көрдіңіздер? Бізде ғана сондай ассортимент. Вкус дейсіз ба? Вкусымен бар. Без вкусасымен. Мынау бізде мужскаядан бастайын, мужская косметика бізде.
жабық упаковкасын қараңыз, қандай стильный. Бағасы қанша? 4800 қанша? Қараңыздаршы. 4820 теңге ме? Ішінде не бар екен көріп қазір. Қараңыздар. Өте әдемі. 4850 теңгеден. Қалай әдемі қылып жасаған. Былай ішіңіз. Бірінші ыдысын қараңыздар. Шампуньмен гель для душа. Өте қолайлы, ыңғайлы форматтар жасаған. Жол жүргенге жақсы екен. Жол жүргенге жақсы. Мини упаковкалар. Бассейнге барады, кім спортзалға барады, тренировка. Өте. Қазір біздің жігіттер спортзалдан шықпайды. Коробкасы да өте күшті міне. Одан кейін міне мынау бізде гель для бритья. Бұлардың құрамы, сапасы өте жақсы. Жаңағы сыз кетеді, сондай раздражение, сондай болып жатады, наоборот, өрт кетіп жатады. Ер адамдардың кожасы сондай болады, ол сезімтал болады. Жаңағы қырынып жатқан кезде көбіне кесіп алып жатады, соны быстро заживлять етеді, рано заживляющий эффектісі бар. Жаңағы сухость дейді ғой, қабыршақтанбайды, беті ылғалдандырып тұрады. Өйткені қазір бізде ер адамдарда уход жасайды, міндетті түрде. Содан кейін жаңағы гель для умывания. Сосын кейін бальзам универсальный. Жаңағы болғаннан кейін не пайдалануға болады. То есть былай енді ретін айтатын болсақ, алдымен гель для душа, шампунь бұл, осыны қолданады. Одан кейін қырнат гель для бритья. Одан кейін жаңағыдай гель для умывания, бетін жуады, гель для умывания. Сосын кейін бальзамды жағады. Бальзам және айтып успокаивает. Өте жақсы, тонизирует, успокаивает, жаңағыдай рано заживляющий эффектісі бар. В общем, біздегі мен жақсы көретін айтып отырмын, сол бір нәрсенің несі бар, функциясы бар. Сапалы жасайды ғой бәрін. Бәрін сапалы сіздерге қазір айтайын. Қағазына дейін сапалы ғой. Электролаш? Қараңыздар. Дайын упаковка. Шампунь көріңіздер. Иісін көріңіздер. Осы прям упаковкасымен деп көлдеріңіз қарап шығыңыздар. Ол өте маңызды, иісін бәрін көру үшін. Начните с себя деймін. Кешке дейін кетпейді. Парфюмерный бар. Парфюм бар. Приятный. Қандай күшті. Запшылдыққа жол жоқ бізде. Мысалы үшін жаңағы тіс пастасының өзінде. Кішкентай ғана, бұршақтай ғана аласыз да жуасыз. Ол деген 3 айға 4 айға жететін мысалы үшін. Көріңіз, бізде ысырапшылдыққа жол жоқ. Бәрін жұқалап жағамыз, сондай үнемді. Енді ақшасыз деген тіпті қолжетімді ғой. Мынандай шампунь бар. Бұл да трейвел форматта, трейвел сетте. Шампунь, кондиционер және де маска для волос. Қараңыздаршы, бұрын бізде Head & Shoulders деген болған. Ұстап көріңіздер. Бұл да сол сияқты, бірақ көбірек. Ол бір разовый, мынау 3 рет кейін жетеді екен. Біреу 3 рет. Біреу 3 рет. Сонда мына жерін көріңіздер ме? Басы бар мына жерде. Бұл бізде Южная Корея. 2 түрлі бізде шампунь шықты. Біреу осы трейвел форматтағы. Мынаның ішінде 3 түрлі зат, иә? Және де ана шампунь күшті прям. Сондай шықты екеу. Ол бізде Россия производства. Көрдіңіздер ме? Екеуі де түсі бірде болғанмен, мынау екі жерден шығады. Трейвел кішкентай бізде Кореядан шыққан, Южная Корея. Ал ана үлкен упаковкадағы ол бізде жаңағы Россиянікі. Бұның бір жақсысы, қараңыздар, жаңағы шашқа жылтыраған салоннан шыққан сияқты эффект береді. Ұзаққа жетеді, жолға алып жүрген ыңғайлы.
мынау деген керемет қой. Алып аласыз, қалтаңызға салсаңыз да болады ғой, мысалы үшін. Иә, кез келген жерге сияды, ыңғайлы. Бұл айтып отырмын ғой, шашы қысқа біз сияқты жұқа шаштарға 3 ретке дейін жетеді. Иә, шашы қалыңдарға 1 ретке жетеді, мысалы үшін. Бұл жерде шампунь да бар, кондиционер да бар, иіс деген керемет. Бұның барлық жаңа парфюмерный иістері, парфюм қосылған. Жаңағыдай, бұнда міне конское масло өте керемет. Енді шашыңызды миндальное масло шашты жылтыратып тұрады. Жібек сияқты. Сосын кейін шаштың түбіндегі фолликулярларды оятады, шаштың түбін қатайтады. Бұл енді осындай форматта. Упаковкасы стильный. Біреуге сыйлап, тіпті бар ғой, қыздар мынаның қасына бір нәрсе қойып, бір шоколад қойып, шоколадеде салсаңыз да болады. Восстанавливающий, көрдіңіздер ме? Очищает, біріншіден тазартады. Содан кейін жаңағыдай шаштың несін қалпына келтіреді. Разглаживает, увлажняет, придает красивый ухоженный вид дейді. Енді действительно солай. Шаштарыңыз жылтырап, прям табиғи түсін келтіреді ғой. Сондай бар. Ал екінші жаңағы жиналуға болмайды. Екінші жаңағы біздің көрсеткен шампуньдеріміз. Ол бітіп қалды ғой. Бітіп қалды, иә? Ол бітіп қалды. Последний алмаған. Сіз алдыңыз, өте керемет екен. Онда фольговый мен гуминовый биодронның құрамы. Биодронның құрамы бар. Жылтырап шаш деген жуыңыздар, бір жуғаннан қараңыз, бір жуғаннан қайта жуса не болады. Содан кейін олардың бір жақсы жаңағы бұрын сіз сапасыз шампунь пайдаландыңыз, солардың қалдықтарын смывать етіп, пока сөйтіп кішкентай қалпына келгенше мүмкін нетеді, а уже бір 3-4 рет жуған кезде прям енді жылтырап, блеск күшті болады ғой. Қайызғақ болады, кейбіреудің шашын. Прям бүйтіп бағаттасып қайызғақ болып жүреді ғой. Сондай шаштарға да өте жақсы. Шаштың жаңағы қайызғақтарды барлығын алдын алады, және де емдейді. И оның құрамында немене деген бар. Мен немді бере салыңызшы. Иә, телефонымда. Профессиональный уход қой бізден. Бізде енді жоқ болып тұрғаннан осылай көрсетейін деген ғой. Иә, осындай тоже стильный, көк стильный упаковка, да? Набор для волос. Производствосы Россия. Гуминовый фольговый кислот бар. Содан кейін не деген бар бұның құрамында? Камелий деген бар ғой? Дұрыс, камелий деген бар. Ол дегеніміз, гуглите көрулеріңізге болады, раковый клеткаларды өлтіреді. Ойлаңыздаршы, сондай өсімдік. Раковый клеткалар. Сонда ойлаңыздар, қандай шампуньмен сіз шашыңызды жуып өте жақсы міне. Кератин, коллаген, бетаин бар. Кератин, яғни сіздің шаштарыңызды жаңағы. Иә, сондай. Сіз салонға бармай, оның барлығы жаңағы салонный эффект қой. Сіз салонға барып, бәленбай сағат уақытыңызды кетіріп, олай жасаңыз. Мынаны пайдаланасыз, жаңағы жол жүрген кезде. Жаңағына біздің жаңа мына шампуньімізді пайдаланасыз. Салонға бармай, сіз салонный эффект көресіз. Ойлаңыздаршы. Өйткені және айтып жатырмын ғой, бізде қазір уақыт деген тығыз, таң атса кеш батады. Жылдам өтеді, бір жерге барып, жаңағыдай тіпті кейбіреулер қонаққа барғаннан қалды. Өйткені уақыт жоқ деп. Уақыт жоқ деген сайын уақытыңыз да азая береді. Сол өте ыңғайлы. Керемет енді, бәрлеріңіз өзіңіз алып көруіңіз керек. Бір жағынан жаңағыдай ұзаққа жетеді. Эффект біреу, ол маңызды нәрсе, одан кейін ұзаққа жетеді. Бұл дегеніміз біздің ақшамызға да үнемді. Енді мынаны көрсетейін. Қараңыздар. Бұл немене нәрсе? Бұл бізде тұз ба? Ішінде мынандай ыдысы бар. Осы ыдысқа саласыз да бұл тұзды. Содан кейін ана жерде еще роза бар ғой. Қабылданғанға шықты екен. Таджикский чай. Бір нәрседен қолдануға болады. Бірінші қолдануға болады. Бір тағақ ішеді ғой, неше грамм? 400 грамм. Мынаның ішінде бір не? Олар бүйтіп ашылады ғой. Судың ішінде роза. Кептірілген шөптер ғой оны. Мынау роза, лаванда, календула бар. Чай ішіп көргенмін. Ваннаға су толтырып сосын. Иә, ваннаға су толтырып аласыз да, мынаны өзіңіз мөлшерінде салып. Ана ішіне мешочек сияқты. Розаларды бүйтіп ашып қоясыз. Тұздың жерде 3 түрі бар. Английский, гималайский және де морской тұз бар. Бұл бір жақсы, жаңағы целлюлит болады ғой. Целлюлитке жақсы, и целлюлитке профилактика. Успокаивать етеді, жаңағыдай тонизировать етеді.
целлюлитке қарсы. Целлюлит деген қазір тоже проблема ғой. Елдің бәрінде, даже балаларда да целлюлит бар қазір. Өйткені енді кожалары жұмсақ, білмеймін, енді экологияға байланысты. Енді әртүрлі факторлар бұған әсер етеді. Еще разглаживать етеді қыздар бұлда. Негізі жұмсақ қылады, иә. Жұмсақ қылады. Келесі, не деп ойлайсыздар? Люби себя. Опять люби себя. Өзіңді жақсы көр дейді. Компания айтады, өзің жақсы көрші, өзіңнен басташы дейді. Өзің алдымен жаңағы денсаулығыңды жөндеші дейді. Сонда барлығы өзі үйдің берекесі әйел адам дейді. Бәрі әйел адамнан бас. Әйел адам мысалы үшін көңіл күйі түсіп, иә, сөйтіп жүрсе үйде береке болмайды ғой. Иә, бәрінде настроениесі түсіп, сөйтіп кетеді ғой. Сондықтан әйел адам үнемі жайнап, жарқырап жүру керек. Балаларға, отбасына жаңағыдай қуаныш сыйлап, 5 түрлі маска. Бұның біреуі 1500 теңге болып шығады. Корейская маска бұл. Корейская болғанда қазір енді поделка өте көп шығып кетті ғой. Корейская деп сата береді. А бізде мысалы үшін завод, склад. Сапа өзгермейді. Жақсармаса өзгермейді. Не 4 жыл болды ғой, маған 7 жыл болды мысалы үшін жүргенде. Бұл жерде масканың өте жақсы жиынтығы бар. Әртүрлі маскалар. Кореядан шыққан, бұның ерекшелігі бұлардың барлығы. Коллаген бар, С витамині бар, гиалуронат бар. Яғни жаңағы С витамині бар. Терінің өздігінен, даже коллаген түзілуін қамтамасыз етеді. Жасартады, әртүрлі бұлар енді. Мынау детокс маска деген бізде очищение. Ең алдымен мына маскаларды бәрін өзіңізге алсаңыз, бірінші очищение жасайсыз. Очищение, коллагені бар бұның құрамында. Угольная пудра бар, центелла азиатская, алантаин бар. Центелла азиатская, алантаин деген жаңа бетті разглаживать етеді, тонизировать етеді, соны бетті тереңнен тазалайды. Экология суда, мысалы үшін, судың да құрамын тазалығын енді айта алмаймыз мысалы үшін. Соның барлығынан мына терінің түбінде жинала береді. Жылдар бойы тіпті жиналған жаңағы беттегі шлактарды, су сапасы косметикалардың қалдықтарын тазалап алып шығады. Көрдіңіздер ме? Осындай міне гидрогелевый. Бізде бірінші детокс маска. Обязательно детокс маскадан кейін нені пайдаланамыз? Успокаивающий масканы. Бұны балаларға да пайдалануға болады. Успокаивающий. Кімде безеу, бетінде жаңағаны бүртпей әртүрлі нәрселер шығады, соның барлығын успокаивать етеді. Бұл бізде успокаивающий маска. Бұның да құрамында міне алоэ бар. Алантаин бар, және сіздерге айтып өткенде, соны дикалия деген бар. Бұның барлығы міне, осылай ғой міне, гидрогелевый маска. Тазалап алдық, успокаивать еттік. Ары қарай не істейміз? Увлажнять етеміз, бетті. Тонизировать етуге болады, немесе увлажнять етуге болады. Увлажнять бет құрғақ қалады, мысалы үшін жәнегі угольный пайдаланғаннан кейін көбі бүйтіп сыртып қалуы мүмкін, беті құрғақ болса, соған склонный болуы мүмкін, соған бейім болуы мүмкін. Сол кезде осы увлажняющий маска. Біздің возрастта 25-тен кейін обязательно увлажняющий маска пайдалану керек. Увлажняющий крем, түгел увлажнение пайдалану керек. Неге десеңіз, 25-тен жаңа коллаген түзіліп азаяды, қартаю процесі ақырындап, аяқ басып басыла береді. Сол кезде пайдалану керек. Увлажняющий маска. Одан кейін тонизирующий масканы пайдалануыңызға болады. Бұны да міне бәріне қарап отырсаңыздар, мына жерінде көруге болады ғой, міне коллаген, алантаин бар, көрінде. Бұл дегеніміз бәрінің құрамында қайсын пайдалансаңыздар, және коллаген бар. И одан омолаживающий маска. Омолаживающий енді білесіздер. Бетті жасартады, кәріліктің алдын алады, бетті тартады, С витамині бар, жаңағыдай кожаның эластичность дейді ғой, серпімділігін арттырады, және де сақтайды, баланс. Бұның барлығы сіз ешқай жаққа бармай-ақ, жаңағы үйде ғана салонный эффект. Кейбіреулер 100 000-ға да жалып жатыр. Осындай нелерді. Чаш деген кейбіреулер вообще проблема. Бір курс келесі, 2 курс, өзі 1 ай, 2 ай деп бәленбай айлап жүрді мысалы үшін. Олай ақша құртпай-ақ, біздегі жаңағы шампуньді пайдалануға болады, соның іштен коллаген, сол сияқты іштен қоректендірген дұрыс деп ойлаймын. Мен мысалы үшін, білмеймін, баяғы бір заманда барған, жаңағы салонға, қай уақытта одан кейін барған білмеймін. Чашқа тоже, чашым қатты түсіп баяғыда баладан кейін.
сол кезде бір рет барғанмын. Сосын маған айтты, тағы келесің деді. А бұнда енді мысалы үшін қарап отырсаңыз, ондай уақытыңызға да экономна бір жағынан, бір жағынан жаңағыдай ақшаңызға да эконом. Мені ішіп жатыр деп жатқан шығарсыздар ма бізде? Профилактика ретінде де тағын көріңіздер. Өйткені бәрін алып мысалы үшін көрмей жатасыздар ғой. Бұндай нелерге келген маңызды. Бұл давлениеге де жақсы, жүрекке де міне. Бағасы 7400 болғанмен, бұл экономна, қараңыздар. Құрамында омега бар, D3 бар. Содан кейін пептидный комплекс бар. Экономна ғой. Сіз омеганы жеке алмайсыз, D3-ді жеке алмайсыз. Және де бұлар үйлесімділігі өте жақсы. Бірімен бірі үйлесіп, жаңағы сіңімділігі жақсы. Ағзаға жақсы сіңеді. Бағасы арзан, содан омеганың өзінің бағасы мысалы 6810 ғой жеке. Ал бұл жерде 7400, омегасы да бар, пептидный комплекс та бар, D3 бар. Көрдіңіздер ме? Сіздер когда осының барлығын дұрыстап түсіндіресіздер адам түсінеді. Әйтпесе мынаны сразу бағасын айтқанда, ой қымбат қой деп айтады, мысалы үшін. Ешқандай да қымбат емес. И действительно күшті көмектесіп, бір шайдан ғана эффект көресіз ғой, мысалы үшін. Ал бұдан көрген эффект деген енді ол вообще жақсы. Суставтікін көрдіңіз ғой, аяғыңыздың ауырған басылды ма, біраз күнде? Или профилактика ретінде іштіңіздер. Бізде алдында осылай дегустацияға келгенде Әсел деген қыз айтады, апай, мен мынаны бір апта ішкеннен кейін аяғымның баса алмай қалғанмын. Переживать етіп жүргенмін, больницаға барамын деп ойлап жүрмін. И соны бір аптада мысалы үшін результат көрді. Енді не қалды бізде қыздар? Күшті нәрсе қалды ғой. Бағасы 13360. Осындай нәрсе, упаковкасы стильный. Ішінде не бар бізде? Гель для душа бар. Упаковкасы стильный. Сыңырда. Сөйтіп ашып көрсетсе. Гөлдеріңіз көріңіздер. Сосын кешке дейін жумай жүрсеңіздер. Иесі кетпейді екен точно. Рахмет. Иісі, осы жуынғаннан жағып аласыздар ғой, гель для душа жуынасыздар. Енді суыққа саласаңыздар. Қолдың кремі міне осындай кішкентай. Тоже трейбл форматта. Бәрі осының ішінде трейбл форматта. Ашып тоже көріңдер. И одан кейін қараңыздар. Мынандай свеча. Свечаны неге қойып қойды десеңіздер. Осындай свечаны жағасыздар, қараңыздар. Искеп шығыңыздар. Содан қараңыздар, бұл қараңыздар. Бұл мынандай нәрсе. Иісін көрдіңіздер, керемет. Сосын жағып қоясыздар. Ергеннен кейін қараңыздар. Бізде қатты мына шынтағымыз, тіземіз, өкшеміз, сол жерге жағып қойсаңыздар, жүп жұмсақ қалады. Айтып отырмын мен сіздерге, бір нәрсенің 40 түрлі функциясы бар ғой бізде. Бір нәрсеге деп аласыз, бірнеше нәрсеге. Бұл разглаживать етеді, увлажнять етеді, успокаивать етеді. Иісі мынаны жаңағы успокаивать етеді. Осындай новинкалар. Кездесуге келмеген ханымдар қаншама нәрселер тұрғаныңыздар. Қалай күшті. Менде енді әлі көп көрсететін нәрселер мысалы үшін продукция. Ал келген талай нәрсені. Қазір енді бір сабақ өткізіп сияқты, содан қайтадан тағы да өткіземіз. Ұстап көріп, біреуге ұсынсаңыздар, қараңыздаршы. Мысалы үшін не? 4800 теңгеге. Қолдағына келіп жақсы адамыз ғой негізі. Қыздар мұнаны да сыйлыққа бергенге мысалы үшін 1000 теңгеден қай жерде шайлар бар бізде разовый. Енді неше түрлі сіздің фантазияңызға байланысты. Кімге бересіз, соған байланысты мысалы үшін. Екеуін алып, бір-бірін бейді. Анада бір ана мынандай шейкерлер де шықты. Мен алдым. Керемет. Жолға қазір біз дегустировать етеміз. Менде еще коктейльдер бар қазір. Дегустация. Міне, көтеп келді ғой дейсіз. Бір сумка, бір нені шоперді. Осы салып алдым, бәрін көріңіздер деп. Өйткені, мысалы үшін 500 өнімді көру мүмкін емес. Мына нені обязательно алсын адамдар.
сата алмаймын дейді біреулер, мысалы үшін не ұсынамын дейді. Тісін жумайтын құдай адам жоқ қой. Адам тұрды, бәрі тісін жуады. Бала да жуады, ата да жуады, түгел жуады. Бізде не? 3 түрі бар. Жаңағы сенситив деген ыстыққа, суыққа сезімтал тістерге арналған. Деп мысалы чай да шалмайды. Алдында сол бізге әсер етеді. Мен апай немене суықта далаға шыққан кезде десем, тісім суға кететін. Даже ыстықта, суықта шалмай қалдым дейді. Ойлаңыздаршы. Сол үшін Құдай елдер барып стоматологқа или там тағы бір жерге барады. Ол өйтіп бармай үй жағдайында айтып отырмын ғой. Соны пайдаланып, бір ай ішінде немесе сол бір 2 аптаның ішінде сондай результат көруге болады. Реминализирующий деген бар. Ол жаңағыдай не етеді, минералдайды. Сосын кейін жаңағы воспаление етеді. Ауыз қуысын ауруларын болдырмайды, бактерияларды болдырмайды. Құрамда күміс ионы бар да, сол күміс ионы мысалы үшін антибактериальный. Даже мен бір сіңілім айтты, тісі құрт жегенде мен бір нәрсе дегенде сым кетті. Ұшы сым кеткен ғой. Сол осы реминализирующий пайдаланған кезде как микропломба сияқты получается. Воспаление еткен көп. Енді ассортимент деген өте керемет көп. Ертеңнен бастап, білмеймін, бес-бестен сатыңыздар.